халықтың өзіндік салт санасы, елдік рухы, алдымен оның тілінде таңбаланады. Тілдің мемлекеттік мәртебесін нығайтудың қазіргі таңдағы басты мүмкіндігі оның танымдық қызметін ашу, сол арқылы ұлттық құндылықтарды көрсету. Ертеден келе жатқан тамаша салт дәстүріміздің бірі бата. Бата алғыс айту, ақ ниет, жақсы тілек білдіру. Мұсылмандардың намазда, діни жораларда оқитын дұғасы. Ғалым Серік Негимов ақ бата жинағының алғы сөзінде бата ұғымының тек төркініне барлау жасар болсақ, Құранның бірінші сүресінің аты Фатихадан туындаған тәрізді. Мұнда жаратушы мен оның елшісі Мұхаммедке мадақ сөз айтылады дейді. Ал Марат Жауыз бата беру мен дұға оқу деген мақаласында бата арабтың фата, қайырма немесе қайыру деген сөзінен шыққан ұғым дегенді айтады. Бұл жанр қазақ-қырғызда ғана бар. Қалған тілдерде бұл атауды кездестірмейміз. Ал алғыс және қарғыс атаулары жиі ұшырасады. Ұлыс күні кәрі жас құшақтасып көріскен. Жаңа ғытқан қоздай жамырасып көріскен. Шалдар бата беріскен. Батаның шығу аңызы Ыбырайым пайғамбар өте қонақжай болған екен. Үйіне келген қонаққа ас бермей шығармайды. Бір күні уақи ала келген Жебірейіл періштенің өзін дастарханға сүйрейді. Сонда періште: бұл дүниенің өз тәртібі бар. 5 күн жалғанда ішкен жегеннің есеп қисабы бар. Мен соны ойлап уайымдап отырмын деген екен. Сонда Ыбырайым езу тартып, астың өтеуі ретінде бата беруді сұраған. Міне осыдан бастап бата беру Ыбырайым пайғамбардан қалған сүннет екен. Бата менен ел көгерер, жаңбыр менен жер көгерер деп дана қазақ бекер айтпаса керек.